Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі алма пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше, қарапайым жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар, мен описанияға барлығын қалдырамын. Ұн, 5 жұмыртқа, қант, қаймақ, күнбағыс майымыз және қопсытқышымыз керек. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды саламыз. Және қантымызды сала отырып, аз-аздан араластырамыз. Неге әппақ болғанша араластырып алдық. 2 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Қантымыз ерісе болды. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Дүкеннің қаймағы болса да, қолдың қаймағы болса да болады. Енді бір араластырамыз. Күнбағыс майымызды құямыз. Тағы бір рет араластырамыз. Ұнымыздың үстіне бір қасық қопсытқышымызды салып, еліктен өткізіп саламыз. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Осындай болады. Қатты сұйық емес, қою емес. Осылай ағып тұру керек. Табамызды майлап аламыз. Табамызға құямыз. Енді алмаларымызды пирогымыздың үстіне қойып шығамыз. Пирогымызды біз 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз пісті. Ағаш таяқшамен көрсеңіздер болады. Және де біз бұны пешімізден бірден алмаймыз. Пешімізді сындырып, аузын жартылай ашып қоямыз. Бірден алсаңыз, сіздің пирогыңыз кішкене піш болып қалуы мүмкін. Сол үшін пештің ішінде шамалы суып тұру керек. Енді тортымызды толықтай суытамыз. Қант ұнтағын сеуіп, тортымызды әсемдейміз. Пирогымызды қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп аламыз. Біздің пирогымыз өте жұмсақ болып піскен. Көріп тұрғандарыңыздай